Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздермен осындай мясо по-французскийдің рецептімен бөлісетін боламын. Бұл рецепт оңай, жылдам дайындалады, әрі өте дәмді болып шығады. Менімен бірге дайындап көріңіздер. Бұл рецепт бойынша дайындау үшін бізге картопты ұзын шағып турап, осылай алдын ала май жағылған противенге жағып шығамыз. Оның бетіне осындай соустарды жағамыз. Ол рецептін мен төменге жазып қалдырамын. Әдемілеп осының бетіне жағып шығамыз. Одан кейін кезекте бізде фарш. Фаршты осылай картоптың бетіне жайып шығамыз. Үстіне тұз, бұрыш салсаңыздар болады. Өздеріңіздің көз мөлшердеріңізге қарай саласыздар. Және келесіде бізде пиязды осылай домалақ қып тураймыз да, фаршты жабатындай барлық жеріне салып шығамыз. Осылай әдемілеп салып шықтық. Келесі кезекте бізде соусты тағы бір рет осылай бір слой қып жағып шығамыз. Ары қарай бізде қызанақты жұқалап турап, осылай бетіне жайып шығамыз. Үстіне тұз, бұрыш қосамыз, көз мөлшермен қосасыздар. Ары қарай қызып тұрған пешке 35-40 минутта пісіріп аласыздар. Өздеріңіздің пештеріңізге қарай градусын қоясыздар. Үстіне сыр саламыз да, қайтадан 10 минутқа пешімізге салып шығарамыз. Міне біздің тамағымыз дайын, ас болсын.